Сәлем балақай. Бүгін біздер математика пәнінен 28-ші сабақ ұзындықты өлшеу сантиметр деген тақырыппен танысатын боламыз. Бүгін жаңа тақырып, сен үшін жаңа түсінік, сантиметр деген сөзбен танысатын боламыз. Бұл сантиметр дегеніміз ұзындықтың өлшем бірлігі. Кәне, оны түсіну үшін тапсырмаларға назар аударайық. Әлия заттарды қалай салыстырды? Алдымен қараймыз. Заттарды ұзындығы бойынша салыстырды. Екі карандашты, өшіргішті және сызғыштарды, кітаптарды биіктігі бойынша, ұзындығы бойынша салыстырды. Енді сол сияқты салыстыруды өзіңде жүргізе аласың. Ол үшін қаламсауытыңдағы түрлі түсті бояуларды, өшіргіштеріңді, басқа да заттарды салыстыруыңа болады. Келесі екінші тапсырмада сынып ішіне кез келген затты таңда, өлшем ретінде алынған затты пайдаланып, олардың ұзындығын өлше. Біздер олардың ұзындықтарын өлшеу үшін қатар-қатар қоямыз. Суретте мысал ретінде екі өшіргішті, бір карандашты, ұзындық бойынша салыстырған, үш ұштағышты және бір карандашты салыстырған екен. Осы сияқты мысалдарды өзіңде пайдаланып заттарды салыстыр. Бұл жерде заттардың барлығын ұзындығы бойынша салыстырды. Ұзындық бұл шама. Оны өлшеуге болады. Кез келген заттың ұзындығы болады және оны өлшеуге болады. Келесі, бұл ұзындықты өлшеу үшін біздер сантиметр деген өлшем бірлікті алсақ болады. Сызғышты қарайтын болсақ, сызғышымызды әркімде әртүрлі, мысалға біреуде 10-ға дейін, біреуде 15 сантиметрге дейінгі, 25-30 сантиметрге дейінгі сызғыштар болады. Олар арқылы біздер заттардың ұзындығын есептей аламыз. Өлшеуге арналған бұл сызғыштар және таспалар. Сызғыштар арқылы біздер қысқа заттарды өлшей аламыз, ал ұзын заттарды біздер таспалар арқылы өлшейміз. Келесі, өлшем бірліктерге қатысты тапсырма берілген. Қане бірге орындайық. Бұл жерде қызыл түсті кесіндінің ұзындығы 5 см, ал жасыл түсті кесіндінің ұзындығы 2 см. Барлығы табу үшін біздер 5-ке 2-ні қосамыз. Сонда 7 см. Бұл жерде берілген кесіндінің ұзындығы 7 см. Келесі, біздер тек қана өлшем бірліктері бірдей, ұзындық өлшем бірліктері бірдей сандарды ғана қоса аламыз. 5 см қосылған 2 см тең болады 7 см. 2 см қосылған келесі 5 см тең 7 см-ге. Енді азайту арқылы тексерейік. 7 см азайтылған 2 см тең болады 5 см-ге. 7 см азайтылған 5 см тең болады 2 см-ге. Келесі тапсырма. Кесінділердің ұзындығын сызғышпен өлше. Қара түсті кесіндіге қарағанда қай кесінді ұзын? Бұл жерде берілген көк, ал қызыл, жасыл, қара және сары түсті кесінділерді өлшеп шығамыз. Енді қара түсті кесінді берілген. Бұл кесіндіге қарағанда қай кесінді ұзын дейді? Бұл берілген 3 кесінді қысқа, қара түсті кесіндіге қарағанда жасыл түсті кесінді ұзын. Қанша сантиметрге ұзындығын білу үшін біздер жасыл түсті кесіндінің ұзындығынан қара түсті кесіндінің ұзындығын азайтамыз. Осымен бүгінгі жаңа тақырыпқа арналған тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Ұзындық өлшем бірлігі сантиметр екендігін мұқият есіңде сақта.